Сәлем достар, бүгін біз present continuous шағын қарастыратын боламыз. Present continuous бұл созылмалы осы шақ, және оны біз келесі 4 жағдайда қолдана аламыз. Бірінші бұл дәл қазір, яғни сөйлеу барысында болып жатқан іс-әрекеттер кезінде. Мысалы, дәл қазір сіз осы видеоны көріп отырсыз, немесе дәл қазір мен сізге present continuous шағын түсіндіріп жатырмын. Екінші, алдын ала жоспарланған іс-әрекеттермен. Present continuous көмегімен жақын арада іс-әрекеттің болатынын немесе болмайтынын нақты көрсете аламыз. Мысалы, I am not going to the party tonight. Мен бүгінгі кешке бармаймын. Немесе I am meeting my friends tomorrow. Мен ертең достарыммен кездесемін. Үшінші, белгілі бір уақыт аралығын қамтитын ұзақ және аяқталмаған іс-әрекеттермен. Мысалы, she is preparing for exam this week. Осы апта ол емтиханға дайындалып жатыр. Яғни іс-әрекет дәл қазір болып жатқан жоқ, бірақ дайындық осы апта бойы жалғасуда. Төртінші, жиі қайталанатын жағымсыз іс-әрекеттерге шағымдану кезінде. Мысалы, сіздің досыңыздың көп сөйлейтін әдеті болса, онда you are constantly talking, сен көп сөйлейсің деп шағымды немесе сәл негативті ойымызды білдірсек болады. Present continuous шағында сөйлемдер қалай жасалынады? Сөйлем басында біз as subject бастауыштан кейін to be етістігін және we verb іс-қимыл етістігіне ing жалғауын қолданамыз. Бүгінгі сабақта біз сіздермен I, you, we және өзге де есімдіктермен сөйлемдер құрастырып үйренеміз. Ең алдымен to be етістігі дегеніміз не екенін қарастырайық. Am, is, are берілген үш сөз бұл to be етістігі. Бұл үш сөздер қазақ тілінде болып табылады деп аударылады. Алайда, сөйлемді қазақ тіліне аударған кезде бұл сөздердің мағынасы көрсетілмейді. Яғни am, is, are сөздері сөйлемде аударылмайды. Мысал ретінде he is writing сөйлемін алайық. Ол жазып отыр. Мұндағы is сөзін біз аударған жоқпыз. Себебі қазақ тілінде ол жазып отырған болып табылады деп айту қате. Ағылшын тілінде to be етістігін келесі есімдіктермен қолдана аламыз. Үнемі I есімдігінен кейін am, you, we, they есімдігінен кейін are және he, she, it есімдігінен соң тек қана is to be етістігін қолданамыз. Бұл дегеніміз I is немесе he are деп айту грамматикалық қате. Болымды сөйлемдер жасалу жолын қарастырайық. Болымды сөйлемде ең алдымен біз есімдікті, кейін есімдікке байланысты am, is, are to be етістігін және соңында іс-әрекет етістігін ing жалғауымен жазамыз. Мысалы, I am reading. Мен оқып жатырмын. We are reading. Біз оқып жатырмыз. Немесе she is reading. Ол оқып жатыр. To be етістігінен кейін not сөзін жалғау арқылы біз болымсыз сөйлем құрастыра аламыз. Мысал ретінде I am not reading. Мен оқып жатқан жоқпын. You are not reading. Сен оқып жатқан жоқсың. Немесе he is not reading. Ол оқып жатқан жоқ. Сұраулы сөйлем құрастыру үшін сөйлемнің басында біз ең алдымен to be етістігін жазамыз. Кейін есімдік және іс-әрекет етістігі ing жалғаумен жазылады. Мысалы, are you reading? Сен оқып жатырсың ба? Немесе is she reading? Ол оқып жатыр ма? Present continuous шағында келесі сөздер жиі қолданылады. Олар now, still, right now, at the moment және де өзге адамның назарын аудару үшін look және listen сөздері. Достар, бүгін біз present continuous шағын қарастырдық. Егер барлығы түсінікті болса, каналымызға тіркелуді және видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар.